Оның сұрайтыны липосакция ауырмай ма дейді. Айтайын ба, ауырмайтын ештеме жоқ. Мен қазір ауырмайды деп айтсам өтірік болады. Ауырады. Қолың жасатсаң да ауырады, ішің жасатсаң да ауырады. По-любому жаңа наркоздан оянғаннан кейін ауырасың. 2-3 күн қиналасың, бірақ нормально, терпимый боль. По-любому, мысалы, обычно бір жамбасыңа укол алсаң да ауырсынып жүреді ғой көтенің. Сол сияқты бұл да ауырмайтын еш нәрсе жоқ. Так что ауыра ма, ауырмай ма деп емес, жасатам десеңіздер, жасатып тастаңыздар. Оны жүр біреуден сұрап, ауыра ма, ауырмай ма деп, ауырса қорқам деп, ауырады. Ауырмайтын нәрсе жоқ, ауырмайтын операция жоқ, айтайын. Наркоздан оянған кезде ауырасың. Прям бір ауырасың, ойбай-ай деп. Сосын үйреніп кетесің. 2-3 күннен кейін уже жеңіл болады. Операция жасатып көрген адам, не только липосакция, вообще өмірінде операция жасатып көрген адамдар білетін шығар, что любой операциядан кейін ауырсыну болатын. Ең бірінші бала туатын кезде біз білмейміз да толғақтың не екенін, оның қалай ауыратынын, потому что сезініп көрген жоқпыз ғой. И білмейміз. Сол себептен біз ауыратынын білеміз да, бірақ қандай ауру болатынын білмей барамыз. А екінші туатын кезде уже примерно дайындалып барасың ғой, блин, осындай ауру болады деп ше. Сол сияқты мен қазір мысалға липосакция ауырады деп айтқанмен сіздер оны сезініп көрген жоқсыздар. Өздеріңіз жасап көрмегеннен кейін сіздер оны білмейсіздер да, миларыңызда оны сезбеген ондай нені. Денелеріңіз сезбеген ондай ауруды. Сол себептен мен қазір айтқанмен оны, значит ауырады екен деп. Ондай емес, әркімнің болевой порогы әртүрлі. Мысалға біреулер айтады, ойбай, мен бала туатын кезде мен қиналдым, ужас деп 10 сағат, 20 сағат, 2 күн, 3 күн толғатып әрең туып жатады. А біреулер барады, ой, мен бірде-бір даусым шыққан жоқ, мен қыңқ еткен жоқпын, бардым дағыны 1-2 сағатта күшендім да туып тастадым дейді. Тура сол сияқты липосакция тоже. Әркімнің болевой порогы әртүрлі. Мен мысалға бүйтіп ауырды дегенмен бір әйелдерге может ондай қатты ауырмайтын шығар. Оның болевой порогы менікінен не шығар? Менікінен жаңағы күштірек шығар. Сол сияқты ол ауырады, терпимый боль. Жасатам десеңіздер. Ауыра ма, ауырмай ма деп оны сұрай бергенше лучше барып бір сезініп көру керек. Мен уже екінші рет қолым жасатуға барғанда мен уже была готова. Не нәрсеге баратқанымды біліп бардым. Бірақ екіншісінде ондай қатты қиын болған жоқ. Себебі объем кішкентай болды ғой, менде қол и сонда қолтықтың асты болғаннан кейін ондай қатты қиын болған жоқ. Бастапқыда болды, 1-2 күн ай деп жүрдім да, қазір енді нормально. Үйреніп кеттім. Кремнің иісі деген енді айта алмаймын ғой. Мен алдында Киванаға барғанда осы Мексиктің полный бір несін алғам. Короче, бірінші гель для душа, мынаның иісі енді парфюмированный иіс. Осыны жуынып болған соң үстіме осындай полный лосьон жағып шығам. Полный бүкіл телома. Иісі деген енді күшті. Сосын ең соңынан мынаны сеуіп алам. Шығып баратқан кезде де осыны себем. Көбіне қазір парфюм сеуіп жүрген жоқпын, күн ыстық болғаннан кейін. Енді иісі деген өте күшті, осы үшеуін Киванадан алғам. Еще мен білмейді екен, маған соның ішінде бір консультант қыз айтты, осы үшеуі күшті, алып көрініші деп ше. Мен обычно өзім әйтеуір түріне қарап ала саламын ғой, бұл жолы деген тыңдап алып едім, иісі деген. Әдемі жұмсақ қылады ше. Видеосын саламын деп жоқ болып кеттім. Көбісі сұрап жатыр, Альмира саламын деп едің, жоқ болдың ғой деп. Қазір білмеймін, мобилографтарды бір ұстасаң, дейді да жоқ болып кетеді. В общем, солардан звезда адам жоқ болды. Құдай болды мобилограф деген масқара. Сенімді бір адам таппасаң, қазір қиын болды. Білмеймін, келіп түсіріп кетем деген, маған бірінші түсірген ұнамай қалғаннан кейін мен ол жігітке айтқам, маған қайтадан түсіріп берсең деп, деген әлі жоқ. Күтіп жүрмін, сол жігіт келіп түсіріп берсе, сол рум-турдан кейін мен сіздерге елдің прям қызығып жүрген біздің үйдегі бүкіл мебельдердің қаяқтан алғанды айтып берем. Өйткені менің аудиториямда енді үй саламын, немесе жаңағы үй бар болса да бір мебель іздеп, арзан жер болсын, сапалысын, мықтысын іздеп жүреді ғой. Перде болсын, прям көзін жауын алып тұр ғой, біздің үйдің әдемі болып тұр. Бәрін айтып берем толығымен. Келіп көбісі ен салу дегенді дұрыс түсінбей жатыр екен. Негізі ырым бар сондай. Көбісі айтып жатыр, ол деген алтын жақпағаннан шығар деп. Жоқ, біз оның барлығын істеп көрдік, ештеңе жаққан жоқ. Даже сырға тағылмаса да кәдімгідей құлағының шеті қиылып тұрады. Кәдімгі білесіздер ғой, қойға да барлық малға ен салады ғой, сондай бір ен салынып тұрады қыз балада.
Соның ырымы бар. Нағашыларына барып, қойдың немесе қозының құлағына ен салады да, ен салынбаған қойдың. Соның құлағын ен салған кезде шыққан қанды соған жағады, короче. Содан ол ырымнан кетіп қалады. Менің бұрында екінші Айгерім деген сестрамдікін біз солай істегенбіз. И солай істеген кезде кезінде есімде қалып кеткен, кәдімгідей көмегін тигізген ғой. Мен бұл ырымға кәдімгідей сенем. Ең бұйырса нәтижесін бөлісе жатамын, қалай болады. Мен негізі көп осындай говорящий голова болып сторис түсірмей кеттім. Өйткені білесіздер, ремонт дедік, басқасы дедік, целым қолым вообще тимей кетті. Одан бала босандым, одан анау мынау деп кеттім. Енді осылай жиі шығып тұрамын, өйткені біраз бөлісетін әңгіме бар, біраз бөлісетін сөз бар, в общем айтатын әңгіме көп. Негізі ремонт деп шынымен де өзіме көңіл бөлмей кеттім. Одан бұрын целым арықтау жағын айтып жатқан жоқпын. Мен ол жағынан комплекс көрмеймін. Маған өйтіп жаза бермей қойыңыздар. Неге? Өйткені мен әлі емізем, достар. Бұл ақталу емес, бір оправдание емес өзіме, мен солай уақытша бұл сұрақтарға жауап бере алмаймын. Өйткені мен емізіп алайын, бірінші бөпемді толыққанды еміп болдым деген кезде емшектен шығарам, одан кейін барып ол арықтауға келеміз. Кешелі бері умный замоктың жыры болып жатыр мына жерде. Үйден шыққанда негізінен кілті бар да, өзінің осылай запасной жерінде. Кілтті үйге тастап кетіп қайттан жауып жүрген ғой. Зарядкаң болған. Сонымен көршілерге группаға жазып пауэрбанк бере тұрыңдар деп жүгіріп болсын ашайын деп жатырмын енді. Надеюсь, что зарядится. Маған срочно келіп бір нәрсе алу керек, еще қазір Қапшағайға барайын деп жатырмын. Деге өте интересный жерге. Сонымен асығып тұрмын, еще Ерасылдың развозкасы істемейған. Ерасылдың развозкасы істемейған, ана развозкаға ауыр қапты. Сонымен оның таксиін пока заказывал, нарықта есім алып отыр сен. Ішіндегі еще батарейкасы шығарып тастағанбыз. Ашылды. Наконец-то можем домой попасть. Мені на кілт қонаны іздеген бір үйге тастап кетіп жауып кеткен ғой.